Сәлем достар, сіздермен Айданка Серікбаева. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді пахлава дайындайтын боламыз. Бұл пахлаваның түрлері өте көп. Турецкий пахлава, азербайджанский пахлава. Бірақ мен өзім жиі жасайтын рецепт бойынша сіздерге жасап көрсетпекшімін. Ең бірінші ыдысқа електен өткізілген ұнды салып, оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды бөліктерге бөліп саламыз. Сары майды салып болғаннан кейін қантымызды және ас содасы мен қопсытқышты саламыз. Осы ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырып, крошка жасайтын боламыз ұннан. Міне осылай барлығын үгітіп алған соң, ортасын аздап ашып, жұмыртқа саламыз және де сметана саламыз. Барлығын араластырып, осы біздің сметана мен жұмыртқаға біздің ұнымыз әдемі болып біріккенше дейін қамыр илейміз. Қамырымызды тек қана осы ұн бір-біріне біріккенше дейін ғана араластыратын боламыз. Одан ары қарай қамырды қатты езіп бір-біріне мыжа берудің қажеті жоқ. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы дайын болған қамырды 4 бөлікке бөліп, ол бөліктерді аздап домалақ етіп, мешоктарға саламыз. Міне мешоктарға салдық. Енді осы мешокта тұрған жерінен біздің қамырымыз тез қатуы үшін қазір тоңазытқышқа салған кезде осылай аздап жұқартатын боламыз. Осы дайын болған қамырдың барлығын тоңазытқышқа 1-1,5 сағат көлемінде салатын боламыз. Әзірге қамырымыз қатып дайын болғанша біз грек жаңғағын осылай сковородкаға салып, жақсылап қуырып аламыз. Сковородкаға салмаймын десеңіз, духовкаға да салып қыздырып алуға болады. Одан соң блендердің көмегімен езіп аламыз. Немесе блендер болмаса, пакетке салып, оқтаудың көмегімен езсеңіздер де болады. Осы дайын болған жаңғағымыздың үстіне құмшекерді салып, екеуін араластырып, бөлек қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны аздап ұнды сеуіп, жақсылап, жұқалау етіп, қамырды жаятын боламыз. Одан кейін осындай оқтаудың көмегімен оқтауға орап-орап ыдысқа саламыз. Шеттері аздап тегіс болмай қалды. Сол себепті қолмен осылай тегістеп жіберсеңіздер де болады. Қамырдың үстін ерітілген сары маймен жағып майлап шығамыз. Одан соң жаңағы дайындап алған жаңғағымызды үстіне сеуіп шығамыз. Дәл осылай барлық қамырды жайып, арасына жаңғағымызды сеуіп шығамыз. Бізде 3 қабаты арасына жаңғақ себілген, ал ең соңғы қабаты қамырдың жаңғақсыз, яғни начинкасыз болады. Міне ең соңғы қабатындағы қамырды жайып жатырмын. Енді осы қамырдың үстіне тек қана жұмыртқаның сарысын ғана жағып шығамыз. Пахлаваның осылай ең жоғарғы бөлігін арнайы пицца кесетін осындай домалақ пышақпен немесе кәдімгі пышақпен осылай кесіп аласыздар. 4 бұрышты немесе ромбик тәрізді етіп. Бұл бізге қазір пахлавамыз піскен кезде бізге кесуге оңай болуы үшін қажет. Бетіне бөлінбеген грек жаңғағын қамырымызға басыңқырап орналастырып шығамыз.
Барлығын орналастырып болғаннан кейін пахлавамызды 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Соңына дейін қатты пісірмейміз. Жартылай дайын болғанша пісіріп аламыз. Содан соң қалған бөліктерін осылай пышақпен бөліп аламыз. Және де алдын ала дайындап алған сироппен, яғни менде бұл жерде аздап миот және де қайнаған су екеуін араластырып, бетіне осылай жағып шығамыз. Артылғаны болса, арасына құйып жіберсеңіздер де болады. Өте ылғалды, дәмді болып шығады. Осыны жағып болған соң, тағы да духовкада 15 минуттай пісіріп аламыз. Дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.